1928 жылы құрылған Арал ауданы менің туған өлкем болып табылады. Қазіргі таңда Арал ауданы Қызылорда облысының солтүстік-батысындағы әкімшілік бөлігіне жатады. Ал оның іргесі ең басында 1905 жылы Алтын құдық атауымен қаланған. Қазіргі таңда Арал ауданының тұрғындары саны 37 мыңға жуық. Арал дегенде есімізге қазіргі таңда су ресурстарының ең ахуалды мәселесіне айналған Арал теңізі түседі. Арал теңізінің біз білмейтін сырлары өте көп. Мысалы, мынау Арал теңізінің 50 жыл бұрынғы кейпі, ал енді мынау Арал теңізінің бүгінгі кейпі. 50 жыл бұрын көгін аспанға тіреп тұрған Арал теңізінің қазіргі кейпі көпшіліктің жүрегін ауыртады. Бұл өзгерістердің басты себебі Арал теңізіне құятын екі ірі өзеннің Сырдария мен Амудария суларының ауыл шаруашылығына кеңінен қолданылуы болып табылады. Мұндай оқиға, яғни Арал теңізінің тартылуы бірінші рет болып жатқан жоқ. Мұндай жағдайлар тарихта қайталанып отырған. 2001 жылы Арал теңізінің құрғаған түбінде мал бағып жүрген тұрғындар әдеттен тыс тас бөлшектеріне кез болады. Олардың ойлауынша бұл жай тастар емес, ежелгі заманның белгісі болды. Тұрғындар археологтарды шақырып зерттеу жүргізді. Солай тастардың 13-15 ғасырларға жататын ескерткіштер екенін анықтады. Бұл екі ескерткіштер тобына Арал Асар, Кердері 1 және Кердері 2 деген атаулар беріледі. Арал Асар Алтын Орда дәуіріне тән қалашық, ал Кердері 1 және Кердері 2 сол дәуірге тән кесенелер болып табылады. Тарихи карталарға қарап отырып, Арал теңізінің көлемі әр кезеңде әртүрлі екенін көруге болады. Кейбір кезеңдерде қазіргідей емес, тіпті кейбір кезеңдерде ежелгі карталарда оны табу қиынға соғады. Бұл Арал теңізіне құятын өзендердің саны мен су көлемдерінің өзгеріп отыру нәтижесінде еді. Амудария өзенінің ағысының өзгеруі де теңіздің көлеміне әсер еткен. Ғалымдардың есептеуінше Арал теңізі шамамен 17.600 жыл бұрын пайда болған. Ал 1573 жылдан бастап Арал теңізінің суының толып тасуынан, ондағы елді мекендер су астында қалуына және жергілікті халықтың жер ауыстыруына әкеліп соқты. Осылайша видео барысында баяндап кеткен Арал Асар, Керделі 1 және Керделі 2 археологиялық ескерткіштер су астында қалып қояды. Былай қарасаң, Арал теңізінің шынымен де ашылмаған сырлары өте көп. Арал теңізі бұл табиғат пен адамның өзара әрекеттесуінің күрделі процесі. Назарларыңызға көп рахмет.